Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Сманова Меруерт YouTube арнасы. Бүгін сіздерге мен өткенде дәл осындай әдемі құрақ үлгісін тігіп көрсеткен едім. Дәл осы шеті 4 бұрышты құрақ, мына шеті ши құрақ. Керемет әдемі үлгі болатын. Дәл осы құрақтарымызды біз құрақ үлгісіне ою араласқан құрақтарға тігуге болады. Одан кейін подушкаларға, жастықтарға тігуімізге болады. Өте әдемі өрнек шықты деп есептеймін. Енді бүгін осы құрағымызға ұқсас, дәл осы бұрышы 4 бұрышты құрақ, дәл осылай құралған, астына астар қойып тігілген осы құрағымызды біз однотонный матадан, матовый велюр бұл, дәл осылай бұрыш тігіп алдық. Дәл осылай бұрыш сызып кесіп алдым. Енді осы құрағымыздың бетіне қойып тігетін боламын. Бұл да бір ерекше әдемі үлгі. Құрақ арасына қосып тіккенге өте керемет әдемі шығады. Ал енді сіздер менің YouTube арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Пікірлеріңіз болса қалдырып отырыңыздар. Қасында тұрған қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алғашқы видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Алдағы уақытта мен ерекше құрақ үлгілерін тігіп көрсететін боламын. Одан кейін менің арнамда уже бірталай 200-ге жуық болып қалды уже. Видеоларым бар. Өте әдемі құрақ үлгілері тігілген, өзім тіккен, тігіп салған әдемі көрпелер де бар. Өте пайдаларына деп есептеймін. Үйде отырған қыз-келіншектер тігіп үйренсеңіздер болады. Дәл осылай бұрышымызды қойып тігіп аламыз. Ал енді бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Міндетті түрде закреті беріледі. Міне бізде құрағымызға дәл осылай осы кескен матамызды қарапайым үлгі дәл осылай тігіп алдық. Енді қарасаңыздар ерекше әдемі үлгі десек те болады. Дәл осы құрағымызды біз әдемі құрақтармен үйлестіріп тігіп өтсек болады. Дәл осылай әдемі құрақ үлгілерін жасаса ерекше әдемі үлгі. Енді мен бұны қазір жақсылап өтікпен басамын. Өтікке басқаннан кейін матамыз біздің әдемі тік тұрады. Қарапайым ғана үлгі, ерекше әдемі. Тігу жолы оп-оңай. Осы құрақты тігіп көрсеткім келді сіздерге. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Арнаға жазылуды ұмытып кетпеңіздер, жазылып алыңыздар.